сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірейік. Жәнібек, сабақта бес ал. Айым, мен саған сабақта сәттілік тілеймін. Досжан, сабақта бес алуына тілеймін. Сабақта бес алуына тілеймін. Сабаққа сәттілік тілеймін. Жұмысыңызға сәттілік. Жақсы балалар, міне өрмек торы шықты. Отырыңдар балалар, бүгінгі сәттілік тілеп болдық. Қадам әдісі арқылы сендерден үй жұмысын сұраймын. Егістік дегеніміз не? Егістік дегеніміз біз қимылды білдіреді. Сұрақтарын атай ғой. Не істеді, не қылды, қайтты. Мысал келтіре аласың ба? Мен отырдым. Тағы да. Сен отырдың. Олар отырды. Жақсы, отыра ғой. Келесі оқушы. Егістіктің неше шағы бар? 3 шақ. Атай ғой. Біріншісі. Осы шақ, келесі шақ. Осы шақ, баса ғой. Осы шақ, келесі шақ. Өткен шақ. Егістік дегеніміз не? Егістік дегеніміз ол істеу керек. Сұрақтары. Не істеді, не қылды. Қайт мысалы. Мысалы, мен жаттым, сосын ол отырды. Жақсы. Осы шақ дегеніміз не? Осы осы жағдайда қазіргі сәтте болып жатқан жағдай. Жақсы. Егістіктің сұрақтары білесің бе? Егістіктің сұрақтары не қылды, қайтты, не істеді. Мысал келтіре аласың ба? Мен жүгірдім, ол жүгірді. Ол оқыды, мен оқыдым. Жақсы, отыра ғой. Егістік дегеніміз не? Егістік дегеніміз ол іс-қимылды білдіреді. Сұрақтарын атай ғой. Жақсы. Не істеді, не қайтты, не қылды. Егістіктің неше шағы бар? 3. Қандай қандай? Осы шақ, келесі шақ, Баса ғой. келесі шақ. Отыра. Жақсы балалар. Балалар, енді біз топқа бөлінеміз. Өздері асықтан ала қоймайды. Асыға түседі. Қолдарында қандай қараңдаршы. Біде қызыл. Жақсы. Қызыл топ. Мына жаққа келесіңдер. Өздеріне атып, жасыл топ, екінші топ болады. Сөйтіп біз екі топқа бөлініп алдық асық арқылы, иә? Енді біз жаңа асық әдісі арқылы топқа бөліндік қой. Енді өздерінің топ атауларын жазасыңдар. Ойланыңдар. Топқа атау, топтың атын айтсыңдар. Жақсы балалар, бүгін екі топқа бөліндік. Бірі қазына тобы екен, өте жақсы өздеріне топтың атын атақты. Екінші тобымыз бүркіт тобы. Өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгінгі тақырыбымызды болжайық. Сендер тақтадан не көріп тұрсыңдар? Оқыңдаршы. Қазақтың әйгілі әншісі, кісі қолы әртісі, бол. Дұрыс айтасыңдар. Осы сөздерден сендер бүгінгі тақырыпты қандай тақырып деп ойлайсыңдар? Әнші, атақты әнші. Атақты әнші. Тамаша. Енді қазір тақырыбымызды болжадық. Енді көрейік. Иә балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғасыр бұлбұлы Күләш Байсейітова. Сабақтың мақсаты ғаламтор энциклопедия, газет журналдар, оқулықтан алған модель деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау, етістіктің есімше, көсемше, шақ, рай түрлерін тілесу барысында қолдану. Күләш Байсейітова 1912 жылы туып, 1957 жылы қайтыс болды. Қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, қоғам қайраткері, халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ал енді балалар, қазір біз Күләш Байсейітованың әнін тыңдаймыз. Тыңдалың.
балалар, үзінді тыңдадыңдар, келесі тапсырмаға көшейік. Қандай ән айтылды? Гангуан. Балалар, қазір тапсырмаларды орындамас бұрын мен сендерге ашып беремін. Мысалы, жасы түс ол сабақты жақсы жауап берген оқушылар алады топтар. Көп түс немесе 5 сұрақтың 4-еуіне, 3-еуіне жауап берсе, ал мүлде жауап берілмеген топқа қызыл түс асып береді. Бағалау осы ұлттық құндылығын асық әдісі арқылы бағаланады. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Енді кітаптарымды ашыңдар, 127-ші бетті дәптерлерін ашыңдар, бүгінгі күнді жазамыз. Ақпанның 28-і. Сынып жұмысы. Кітаптардың 120-ді. Дайын болсаңдар сұрақтарға жауап беруге болады. Дайынсыңдар ма? Бұл әдіс түрін бірге ойлаймыз. Дескрипторлары оқушылар мәтінді түсіне талдай алады, сұрақтарға жауап бере алады. Бірінші сұрақ: бұлбұл құс басқа құстардан несімен ерекшеленеді деп ойлайсыңдар? Өйткені бұлбұл құстың дауысы әдемі болып келеді. Жақсы. Келесіз деме? Жақсы. Міне, асықпен бақыланыңдар. Екінші топ, сендердің кезектері. Бұлбұлдай сайраған, бұлбұл дауысты, күміс көбей деген сипаттарды не себепті әншілерге қатысты қолданған? Өйткені бұлбұл дауысы өте керемет және ерекше болған. Сондықтан да әншілерді мақтау үшін әншілердің дауысын бұлбұлдың дауысына келтірген. Жақсы. Келісесіңдер ме? Келіссеңдер. Жақсы жауап берді деп ойлайсың ба? Жасың түске лайық па? Балалар, және сендер топтар өз-өздеріңді бағаласаңдар, мен де сендерді бағалап отырамын. Мен де тақтада сендердің бағалау тапсырманы орындауға баға қойып отырамын. Мынадай күлегештермен қызыл түс, көк түс және сары түс. Қалай жауап бересіңдер, сомен мен де бағалап отырайын. Бірінші топ біздер. Мен енді көк түспен бағалайын сендерді. Ол жақсы деген баға. Бірінші топ және екінші топ. Әрбір тапсырма бағаланады. Келесі балалар тапсырма. Тақтаға қарай. Келесі тапсырмаға көшейік. Топтаусыз басы балалар. 5-ші тапсырманың кітаптарында ашыңдар, 5-ші тапсырмаға қарай. Етістіктерді мәтінді оқисыңдар, етістіктерді табасыңдар, етістік қай шақта екенін айтуларың керек. Мысалы, өткен шақтың неше түрі бар? Өткен шақтың неше түрі бар? Жедел өткен шақ, жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ауыспалы өткен шақ. 5-ші тапсырмада осы 3 түрлі етістіктің шақтарын таба білу керек. Дескриптор өткен шақ түрлерін ажырата алады, сөйлемді дұрыс таба алады. Етістікті дұрыс таба алады, сөйлемдерден етістікті дұрыс таба алады. Уақыт кетті. Қай топ? Қазына тобы. Бірінші топ халық әртісі атамдық. Етістік? Атамдық. Айтауы? Жедел өткен шақ. Дұрыс бағаланды. Дұрыс болса бағаланды. Асық әдісі арқылы бағалаймыз. Келесі. Гакку деген ән жұлдызы мен күләш деген әншілікті жұлдызды қатар жанды. Жанды жедел өткен шақ. Келесесің ме?
бағалайсың. Тамаша. Балалар, мен де сендерді бағалайын. Өте жақсы, жетістіктің шақтарын біледі екенсіңдер. Оқушылар орындап болсаңдар, оқуға болады. Қай топ бастайды? Дастан. Үкілі Ыбырайдың Гәкку атты әні Брусиловскийдің «Қыз жібек» операсындағы жібектің ариясы болып жарқ етті. Жетістік қайда? Етті. Қандай шақ? Жедел өткен шақ. Келісеміз бе? Иә. Иә. Онда ала ғой. Бір жақсы асқа келісті. Жақсы. Келесі топ. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігінде жібектің рөлін ойнаған бұлбұл үнді Күләш Петерсонның Какку бірінші ретін орындады. Ал келесі топ. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнері 10 күндігіне жібектің рөлін ойнаған бұлбұл үнді Күләш Байсетованың Каккуды бірінші рет орындады. Ал жетістік қайда? Орындады. Қандай шақтаdır? Жедел өткен шақ. Келісесіңдер ме? Иә. Онда бағаландар екен. Бір оқушы. Келесі сөйлемді көшеміз. Келесі сөйлем. Келесі топқа берді сізде. Қазына тобына. КСРО халық әртісі атанды. Бұл жерде атанды. Ол Балалар, орындап болсаңдар, тапсырманы тексерейік. Мысалы, мынадай мәтін берілді. Бұл мәтіннен сендер жетістіктің өткен шағының түрлерін ажырата білулерің керек еді. Кім тапты? Бірінші сөйлемді ал оқы ғой. жарқ етті. Оқимыз ол. Қыз жібек Үкілі Ыбырайдың Гәкку атты әні Брусиловскийдің «Қыз жібек» операсындағы жібектің ариясы болып жарқ етті. Мұндай жетістіктің өткен шағы қайсы? Жарқ етті. Етті. Қала, өдіра ғой. Қандай шақ? Өткен шақ. Өткен шақтың қай түрі? Бұрынғы. Топпен жауап беріңдер. Бұрынғы. Бұрынғы өткен шақ деп келсесіне ме? Келсесіне ме? Жоқ. Жедел өткен шақ. Дұрыс айтады Жәнібек. Жедел өткен шақ. Келесі топ оқыңдар. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің оңтүстігінде жібектің рөлін ойнаған бұлбұл үнді Күләш Петерсонның Какку бірінші рет орындады. КСР халқының әртіс атанды. Какку деген ән жұлдызымен Күләш деген әншіліктің жұлдызды қатар жанды. Жақсы. Енді екінші сөйлемнен жетістікті таптың ба? Кім тапты? Орындады. Дұрыс. Қандай шақтатыр? Жедел өткен. Дұрыс. Келсесіне ме? Иә. Оқушылар, қазір енді оқулықтағы 8-ші тапсырма сөз жұмбақ шешеміз. Асық әдісі арқылы бағаланады, өлеңнің мағынасын түсінеді, сұраққа жауап береді. Так мен 5, сен жасты білесің. 5-ті тұрып, сен не жас. Давай жас, мына жерге несін шара деп. Шара жасына ши. Сөз жұмбақ шешіп болды, уақыт берілді сендерге. Бұл топтық жұмыс. Қазір қорғаймыз. Бағалау түрі асық әдісі, орындау, ол сөз жұмбақты шешу. Дескрипторы сөз жұмбақты шешеді және қандай сөз шыққанын айтады, жасырын сөз. Бірінші кім айтады?
айтады. Бірінші тор. Күй. Сұрақты тыңдады. Қазақ халқының аспаппен орындалатын музыка жанры Күй. екінші топ. Халық сазгері, белгілі әнші Ыбырай Сандыбайұлының қосымша телінген атау Үкілі. Үшінші әнші қыз Бұлбұл. дұрыс. Төртінші қыз жібектің сүйікті әні Гәкку. Тамаша. Бесінші сұрақ қазақ би өнерінің падишасы Шара. Өте тамаша. Барлық оқушы жақсы қатысты. Жарайсыңдар балалар, отырыңдар. Суретке түсіріңдер. Енді бір-бірімізді бағалаймыз. Сендер өздерің топтарыңды бағалайсыңдар. Ескерттір. Тор көзден сөз жұмбақты шештіңдер ме? Иә. Тор көзден қандай сөз шықты? Күліш. Күліш. Енді бағаландар кәнекей. Бүркіт тобы сендер бағаландар. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға көшеміз. Оқушылар енді алдарындағы асықтарды топтар өздеріңді бағалайсыңдар. Қанекей, қанша күшті асық бар сендерде? Бізде жазым күшті 4. Санайдан. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Екінші бүркіт тобында қанша асық бар? Бізде жасыл түсті 4. 1, 2, 3, 4. Балалар, ендеше сендер тең күштіңдер, иә? Сабақта қандай баға қоясыңдар сонда? Қалай бағалайсыңдар? Бүркіт тобын нешеге бағалайсыңдар? 5-ке. Келесі қазына тобын қалай бағалайсыңдар? 5. Тамаша. Балалар, міне бүгінгі менің бағалау парағымда сендер 5 қойсаңдар, менің бағалау парағымда үшінші тапсырмадан мысалы Айым жауап берген жоқ. Сосын Ернар жауап бермеді, иә? Ернар жауап бермеді. Оған келсесіңдер ме? Иә, мен де сендерді осы үлгештермен бағалап отырдым. Жақсы. Оқушылар, енді сергіту сәтті. Қазір музыка тыңдаймыз және домбыра ісімен күй шертеміз. Кітаптарының 127-ші бетін ашамыз. 127-ші бетте үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтінді түсініп оқы. Төртінші тапсырмадағы сұраққа жауапқа дайындаламыз. Уақыт кетті. Балалар, енді бізді келесі тапсырма әдіс түрі миға шабуыл. Енді біз қазір сендерге тест тапсырмалары беріледі. Топтық жұмыс, бағалау түрі асық әдісі, орындалу жолы берілген тест сұрақтарына шақтарын анықтау, ескерілтіп оқушылар тест сұрақтарына дұрыс жауап бере алады. Және өткен жақтың түрлерін анықтай алады. Ал уақыт кетті. Жеке жұмыс дәптерге орындаймыз. Жеке жұмыс. Балалар орындап болдыңдар ма? Жақсы. Енді бағдаршам әдісі арқылы біз енді бүгінгі сабақ қалай өтті, соны жасыл түс жақсы, қызыл түс ұнамады, сары түс
орташа. Осыны бір-бірден алып, бағдаршамға жатқызыңдар кезекпен. сосын ешім Аны бағдаршамға жатқызасың. Енді міне бүгінгі сабақ түсінікті ме сендерге? иә Қандай әсер алдыңдар? жақсы Тамаша. Енді үй жұмысын берейін, күнделіктеріңді ашыңдар. Күнделіктерімізді ашамыз. 125-126 беттегі 7-ші тапсырманы орындаймыз. Оны қалай орындаймыз? Түсіндіріп кетейін. Қазақтың дәстүрлі ән жанры мен қазақтың опера жанрының ортақ белгілері мен айырмашылықтарын жазасыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, сау болыңдар. сол